Tüyenin, 64 tüyenin. Düğümünü dedi. Bugünkü günümün ender. Bunun balası, yani nemeli buladı. Her tuman buladı. Her bağırım, kanatım buladı. Koş kavim, koş gelip yapsızlar bärinizge. Bärinizin üyünüzde de olsunday жақсылық olsun. Mağan bergen sabırlıqты dünyetinde olsa тұрған bärinizge da bermesin. Sabırlığınızı versin, hayratınızı versin. Onun içinde benim gözüm aytatın, arnap saplarının yoldaşları. Yoldaşın içinde aytadı koy. Мың досың болса да, ол мың досың сенің. Ішінде бәрі бірдей дос емес, біреуі дос. Саттардың досы біреу емес, мыңы да өзіне дос. Сау болсын, рахмет. Құдағайлар, көрші көлемдер, ағайын тумалар. Ал енді қос аққу, сендердің енді қанаттарың. Осы аққудай тек қалқып жүре беріңдер, айдың көлде шалқып. Бақытты болсын жаным. Біздің осы әулетке, 55-тің әулетіне бірінші мілкет, оны баққан келінсің жаным. Елімізге біздің қадірлі, мына отырған анаң сенің от жаман адам емес. Менің інімнің қайтқаны 8 жыл болса бізді күдеріп үзбей, осы дастарханды билетіп, осы шаруаны істетіп, сен бұлай қылдың деп отырған жоқ. Сен жақсы ұяға келіп отырсың, атаң болмаса да. Атаңды сенің өзің сияқты мына ата-аналарың сияқты, әкең сияқты азамат. Қақ үйген, ыстыққа тоңған, еңбекқор, адам сыйлағыш. Ол ондығынан кеткен ештеңесі жоқ, бірақ бүгінгі мына тағдырдың, бүгінгі соқты Алланың салғанына ешқандай несі жоқ. Бақытты болыңдар жаным. Айтатын сөз көп, әлбетте, тағы да осы тойымыз бүгін жалғастырамын, әлде де айтам. Осы аққудай қалқып жүрің, аман болың, қаңырақтарыңыз биік болсын, босағаларыңыз берік болсын, бақытты болың жаным, сол бақыттың ішінде бәрі бар, енді алып анасына. Рахмет сізге қошемет көрсеткендеріңізге. Мен енді сізге де айтарым, Абайжан, сіз босамаңыз. Сізбенен бер біздің босағамыз. Өмірден алыс кету еске түссе, еріксіз көңілімізге жасаламыз. Адам баласы өмірге шыр етіп келген кезде, өзімен өмірге қатар ажалда толады екен. Біреуге мінеке ерте келсе, біреуге кеш келеді екен. Сондықтан да құрметті ағайындар, бүгін мінеке ақ келін түсіріп атқан кезде, ақ жауын жауып, ақ нұрға бөленіп жатырмыз. Өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Сондықтан да бүгін әруақтардың бір аунап қалған күні, егер шама келгенше, әрине өлі жібімей тірі байымайды. Бәріміз орнымыздан тұрып, әруақтардың бір минутқа болса да еске алайық ағайын. Мінеке ортада сол ағаларымыздың асыл жарларын қалды. Бірақ өздері жоқ болса да көздері болып тұрған мінеке қос анамыз. Сондықтан да барлықтарымыз орнымыздан тұрып, әрине бір еске алса, нұр үстіне нұр, әруақтар бір разы болар еді. Қуат береді мұсылманға, Құдайды еске аламыз қысылғанда, мінәжат етпей жүрсек өкінеміз, тозаққа бөнедей пысырғанда. Мінекей, менің де айтарым, Алла тағала тірілерге қуат берсін, өлілерге иман берсін. Алла тағалаға да жалбарынып сұрарым, мінекей, әруақтардың жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, жандары жәннатта болсын. Мінекей, еш бастарыңызға ешқандай жақсылық, жамандық бермесін. Ләйім осындай қуаныш шаттықтан айырмасын. Енді мінекей, көңілімізді түсірмей, еске алғандарыңызға мың рахмет айтамыз. Ал енді қосалақандарыңыз аямай, қаттырақ қол соғып, ақжалықты анасына сөз келгенін ұсынамыз. Құрметті тойшы қауым, қош келдіңдер. Бүгін біздің шаңырағымызда бір жағы қуанышты, бір жағы өкінішті. Қуанышты дейтін бір балам екі болып жатыр. Өкінішті дейтін сол қуанышты екеуміз бірге көрмегенбіз. Өкінішті деп кешіріңіздер дедім. Рахмет бәріңізге де. Алып уақыттарыңды қиып, біздің қуанышқа ортақтасып келіп жатқандарыңа
Балдарым тумаластарын сыйлайтын жақсы келін болсын деп тілеймін. Бақытты болыңдар, айналайын. Дендерің сау болып, аман есен жүре беріңдер еді. Құрметті қонақтар, қойшыға осы 2 жастың қош басында бәрімізге 2 жасқа бақытты таулары құтты болсын, өмір жолы ұзақ бол, бұл бір жақтан батыр енді 2 жасқа ал жолымызды білейік. Бәрімізде балаларымызды отырмыз ғой, балалар елден жет болсын балалар ғой, жан болсын. Бәрімізде балалар бар ішкенде. Ал жол тілейік енді 2 жасқа. Қош келбасы бәрімізде. Құрметті қонақтар, осы келгендеріңе рахмет болсын. 2 жас бақытты болсын. Жастар, келінжан бақытты болыңдар. Тойлар осы қосылғандар мәңгілік болсын, аман болыңдар. Бәріміз ойнап дейміз. Құрметті тойшы қауым, адамдарыңызға гүл бітсін. Келгендеріңізге алтын уақыттарыңды бөліп көп рахмет. Әріміздің ауылымызда осындай той болсын. Өмірлеріңіз ұзақ болсын. Гүлдей жайнап, күліп ойнап, осындай тойды жақсы қылып өткізейік. Ал саттаржан айналайын. Ол мақұлғарымсың құтты болсын жаным. Айқан айналайын. Аттаған артқы саман берік болсын. Шаңырағы бек болсын. Ата-ананың ақ сүтін аттаңыздар, махаббатты мәңгілік сақтаңыздар. Еден сияқты, мен сияқты, жүпер сияқты келін болыңыздар. Болуыңа тілектеспін. Сол үшін алып қойыңыздар. Құрметті қонақтар, келгендеріңізге көп рахмет. Даттар Айхан, заңды некелерің құтты болсын. Бақытты болыңдар. Мадам мен жақсы сөздер айтып жатырмын, соның бәріне қосылам. 2 жақтан да бірдей бол. Саттар сенің ана жақта, Айхан біздің жақта. Екеуің 2 жаққа бірдей бала болып, қыз болып жүріңдер. Адамдар құтты болсын. Мінекей әкелер жетпеген арманға артындағы тұяқтары мына ізбасар мұрагерлері жетсін. Ал сіздердің қымбатты қосана әрқашанда ләйім қуаныш қана болсын үйлеріңізде жан толы болсын. Ал енді бүгінгі тойымыз ән жырменен өркен берсін. Тойларымыз құт берекеге сондайға жинала берсін. Қораларың мінекей маңыраған малға толып, ауылдарыңыз осындай мінекей жанға, қуанышқа, шаттығына беріңіздер. Тек қуаныш шаттықтан Құдайым айырмасын. Ал енді анасын сыйламағанның ақылы кем, әкесін сыйламағанның мінекей жақыны кем дейді. Мінекей аналарымыз ақ тілегін ақтырып жатты. Содан кейін енді осылар асыл сөздерін айтып жатқан кезде біз алдарыңызда Нұрлан әнші ұлдарыңыз аналарға арнап ана әнін орындайды. Аналарды ағайындар биге шақырайық. Жүрегім жырдылайды, көңілім ордаймайды.
Gelinin biri olup sürebilirsin. Al endi mineki ortamızda qo'z аққу шашылар шашылып жатыр. Тағы да апаларымыз келіп жатыр. Апаларымызға бір қол соғып қояйық. Қош келдіңіз, апа. Салғаны кішкене сабырлық сақтайық. Әрине біздің аузымыз енді жеткенмен де, бірақ енді аяғына енді жетпес, сондықтан да мен де сөзімді түбіне дейін жеткізейін, нүктесін қояйын, жұтты қоймайын. Оны жұттырмауға көмек беретін әрине сіздерсіздер. Ал енді минуточку внимания, дорогие дамы и господа. Тыныштық сақтайық, ханымдар, мырзалар, аққулар, қаздар, жігіттер, қыздар, бәріміз. Мінекей, біздің тойымыздың көркі қарап отырсыздар, 2 жас. Бірі мінекей аққу болып отырса, бірі қаз. Бірі мінекей бауырыңнан бала болып өсем деп отыр. Бірі бауырыңа кірем деп отыр. Осындай қуанышты салтанатты күнде білесіздер, ең бірінші қол ұшын беретін жақын, мынау 3-ші нөмірлі дастарханда отырған өздерінің жанашыр нағашылары. Сондықтан да нағашының жары мен нары болар, тасуында талайдың қаны болар. Нағыш жомарт нары көңіл нағашыңда, қу жанынан басқаның бәрі болар. Алсыздар, ендеше мен сіздерді көрейін, сіздерді қолдарыңызды алып құттықтап, әрине осы төрге шақырсам деген ниеттемін. Сондықтан да ортаға шақырайық, бар болса біздің жанашыр нағашыларымыз, бастап шықтың, баскөз болған қадірі бар ағамыздың бірі Мұхтар ағамыз, және де Айжан жеңгеміз, Ағила Бақыт көңіл қош, Жанила Роман, Света Сарыбай, Мәншік Орынбек, Раушан, және де мистер Болатбек. Бар мекен нағашылар, келіңіздер, қосағай, ақ тілектерін қабыл алайық. Ақ тілектерін бүгін ұқтыралса, осындай жиеннің қызығын күтті қанша. Болмайды осал жиені еш уақытта, осындай нағашылардың сүйегі мықты болса, мінекей нағашылардың сүйегінің мықтылығынан жиендерді осындай қуанышқа кенеліп, әппақ ару, ешкімнің қолы жетпеген бә арманда жүрген мінекей әппақ қызды өз қолына қондырды, мінекей өз тегін тапты. Ал енді бәріміз сәл тыныштық сақтайық, содан кейін назарымызды нағашыларға аударайық. Ішіңіздегі баскөз болған мінекей жасына да қараймыз, басына да қараймыз, тең-теңмен, тезек-қанмен демекші, мінекей жасыңыз үлкен болса, менмін деп бассаңыздар. Қайсысыңыз? Нағашыларға үлкені қайсы? Апа, нағашына апа, үлкені. Ал мына құдайағыменді құдашы мен ағайсын мына болатқан тойларын құтты болсын, қолдарға қондыратын құстар құтты болсын. Бүгінгі келіп жатқан құдаша құдағайлар қадамдары құтты болсын, әкеліп жатқан құстарын оны құтты болсын енді. Әпелеп барып осы біздің ауылға жеткізесіңдер ғой. 2 жас бақытты болсын. Менің қайынсыңымызды Құбайдың көрмеген қызығын осы қайынсыңын көрсін, қалған құдаша құдағайлар көрсін. Енді той-шауын тойларын құтты болсын, осындай қызықты тойда кездесейік. Енді заттармен Айхан айтатын заңды некелері құтты болсын, қолдарына таққан алтын сақиналарың мықты болсын, шаңырақтарың берік болсын, босаған мықты болсын дегенде
Ата-анаңды ақ сүтін ақтай беріңдер, апа-атаңды нағыз сақтай беріңдер. Ал жастар, тойшы қауымына той құтты болсын бәріңізге. Бейір Шәулеті, тойларыңыз құтты болсын. Апа енді мен сізді атқа деп атыңызды айта алмаймын. Мына той енді сіздің тойыңыз деп жатырмыз ғой. Тойыңыз құтты болсын, сіздің атқаңыз деп жатырмыз. Қамал, Төкөз, Әмина, мына келіндеріңіз құтты болсын. Зульбия, Күләш, жаңа мақтаныңдар ма, біз дегенім болды. Сендер дегенім болсын. Зарынан болсын. Мына келіп отырған ақ құстарыңыз осы мұнайды алтын босағасын оң аяғымен аттап келіп болсын. Сақтаржан, Қоңырат ақысы құтты болсын. Не айтайын енді? Бақытты болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Құдашалар қадамдарыңыз құтты болсын, балаларыңыздың жолы болсын. Ал тойшы қауым, қадамдарыңыз құтты болсын. Тойға келіп жатсыңдар ғой. Бүгінгі той мына Саттар мен Райханның бас қосу тойы. Осылардың тілейтін тілегімізді енді осыларға айтамыз ғой. Ал жастар, Саттар, Райхан, құрбатқан отауларыңыз құтты болсын. Шаңырақтарың биік болсын, керегелеріңіз кең болсын. Ардайында екеуіңіз тату-тәтті өмір сүріңіздер. Өмірлік бір-біріңізді сыйлап жүріңіздер. Енді не айтамыз? Мына тойшы қауым тойды жасап беріп жатқан мына апасы мен мына Әминаның қайныларына рахмет айтамын. Бәріңізде де осындай үйлеріңізде той болсын. Тек жақсылықпен балдардың тойымен кездесейік. Тойың шағырауына жездемнің тебірсін. Дүкен той жасап жатсың, жан-жағында көмектесіп жатыр адамдар. Көп мойыма, өзіңе жасала берме. Өмір алда, осыдан қуаныштан қуанышқа жалғасып кете берсін. Ешқашан да жыламаңыз. Саттар, Райхан, заң некелеріңіз құтты болсын. Әкеңнің аржағын жалғастыра бер, әкеңнің ұрпағын. Ұл мен қыз көп болсын, бақытты болыңдар. Сол ұштап қойыңдар. Ақыл тамыр, мінез жапырақ, ақыл менен тамыр, бірге туған егіз. Ит жақсыны да жаманды да табады, жаман адам жазасын ниетінен табады дейді. Сондықтан да мінекей ортамызда үлкен қадірі бар нағашылар, ағайындар сөйлеп жатқан кезде әрине барлықтарыңызға сөз кезегі келеді, ұсыналады. Сондықтан да бір-бірімізге деген балаңыз үйленіп құтты болсын, ұзағынан болсын, екі бала бақытты болсын. Аманшылық болсын. Сосын қояйық. Енді ассалаумағалейкум екен ағайын қарғатемнің тамырлы қазақ елі. Мінекей бүгін Саттаржанның тойында, яғни ардақты періштердің тойында дүбірлеген той болып жатса, той десе шаттанып, той десе мақтанып, той десе ақ тілегін ақтарып, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып жүретін ағайынбыз. Олай болса нағашылар шабыт болып біргесіп жерде бір әсем әнді жолдағым келіп ағайындар. Бәріңізді де ортаға шақырғанды жөн көріп отырмыз. Бүгін міне бір кісідей атсалысып, естен кетпестей Саттаржан мен Райханның тойын мәнді де, сәнді де, ажарлы да, бажарлы қылып өткізу осы тұрған баршамыздың міндетіміз. Нағашылардың атынан сұрауым осылай ағайындар. Шапалақтап қояйық. Рахмет ағайындар, рахмет. Олай болса, әсем әнге қалықтап, жүректеріңіз әнде болып отырсын. Әншілерің болса, әншіге ән салып отқандарға тамсанып отырыңдар. Қошеметтеп қол соғып отырыңыздар ағайын. Тақи болмаса жақындарға қол соғып отырыңыздар ағайын. Құдашыма тұрғанда ашамдамыз дейді. Кәне нағашылар, көрсетейік өзімізді.
Бәке сізге де рахмет. Сондықтан да Қазақстанның Швейцариясы Атырау, мінекей Швейцария облысы Құлсары штатынан келген біздің мінекей жақсылық нағашысына тағы бір қошемет берсек. Молодец! Дейді, әркімнің мінекей әнші болсын, биші болсын, күйші болсын, өзінің алтын қоржынында тасталмайтын, ұмытылмайтын, әрқашанда айтылып жүретін өзінің әрине бір өсиеті, я болмаса бір қара сөзі, я болмаса бір әзілі болады. Ал енді әзілің жарасы атыңмен ойна демей ма біздің қазақ ата? Сондықтан да мінекей әзілімізді аталарымен жарастыра берейік. Ал енді айтары болса, әркімнің арманы бар. Арман деген ақыл ойдың шындығы. Мінекей біздің төрде отырған қарияларымыз 100-ге жетсем екен деп армандайды. Ал біздің мінекей қыз өссем екен дейді, жігіт бақытты болсам екен дейді. Біздің ұлағатты ұстаздарымыз артындағы шәкірттеріне үлгі болсам екен дейді. Сондықтан да әрқайсысың алдыға қойған армандарыңызға, мақсаттарыңызға жете беріңіздер дей тұрғанмен, менің де айтарым Саттар, Қосу, Райхан тең болады, Беріш ауылы қол соғайық. Бүгін мінекей ақ жауынымыз нөтерлеп, Алланың нұры бізге жауылып жатыр. Жеті адалдық, шындық Алланың нұры демей ма? Мінекей біздерде ойлаймыз, адалдықпен, ақ ниетпен осы дүбірлеген тойымызға сіздер жиналып деп. Сондықтан да құтты қонақ келсе, қой егіз табады дейді. Сол бір құтты қонақтың бірі сіздерсіздер. Мінекей құтты орындарыңызға қорып, әрине өздеріңіздің ниеттеріңізге қарай несібелеріңіз бұйырып тұр. Сондықтан да алдарыңыздағы салаттан салып жеңіздер, наннан алып жеңіздер, арақты шайқап, шамаларыңыз келгенше байқап ішіңіздер. Бүгін мінекей мас болайық, мас болса ағалардың бақытына мас болайық, жеңгелердің шақытына шаттанайық. Сондықтан да арақ шарап дегенді ұмытайық. Ал тек қана мас болса ағаларымыздың осында отырған ақ жаулықты әжелеріміз бен аталарымыздың ақ тілегі айтылған кезде солардың ақ батасына бөленіп, солардың батасы жастардың көсегесін көгерте берсін. Ал енді әзілің жарасы атыңмен ойна деп жаңа бастап кезде айтып кеттім. Осы күнге дейін мен асаба болғаны, осы қоржындағы осы бір әзілімді әлі күнге дейін тастамаптым. Неге десе, әркім асаба әртүрлі анекдотты айтады. Сонымен қоса әркімнің бейнесі әртүрлі болады. Бірі бойы ұзын болса, бірақ арық болады. Бірі бойы кіші болса, бірақ толық болады. Менің не бойымда жоқ, не толықтығымда жоқ екен. Бірақ менің анекдоттарымның өзі бірінші, екінші сорт емес, үшінші сорттан құралған сорлы анекдоттар. Бірақ та дей тұрғанмен де ар жағында ақырындап үңіліп, жаңаға қарайтын болсаң, сүңгитін болсаң, бір мағына, бір шындық, ақиқат жатады екен. Ал енді сол баяғы күндердің күнінде арман демекші 90-ға келген атамыз әлі күнге дейін перзент, сәби сүйіп көрмеген екен. Содан қасиетті Рамазан айында Алланың үйіне барып, Аллаға жалбарынып, Құдайға мінәжат етіп, өзінің ең соңғы ақырғы тілегін айтқан екен. Ол Алла тағала, осы күнге дейін сен маған денсаулық бердің, байлық бердің, бақыт бердің. Бірақ ол байлықтың, бақыттың маған не керегі бар? Мынау 9 жетімнің ішіндегі мынау ұлы жоқ әке жетім демей ме? Мен өмірден жетім болып кетпейін, маған бір сәби, перзент, бір ұл сүйдіре көр деп Алладан сұраған екен. Соның күндердің күнінде Алла тағала тілеген ақ ниетін қабыл алып, содан бір күні атамыз не керек? Қойды, малды жайылымға жайып кетеді. Ымырт шағында, ақшам уақытында кешке қарай жаңағы малын айдап келсе, үйге кірсе, асыл жары жоқ екен, яғни кемпір жоқ екен. Содан сұрамай ма? Айналайын, менің кемпірім қайда дейді. Сөйтсе айтады екен, о ата, біздің әжеміз роддомға түсіп қалды депті. Содан атамыз не керек? Атқа қарғып мініп, шапқылап бірден больницаға, яғни роддомға келеді. Содан былай қарайды, қай терезеге соғарын, қай терезеден шығарын білмейді. Сөйтсе, роддомның ең соңғы этажынан жаңағы әжеміз қолына гүл ұстап, қыз құсап қана қиылып қарап тұр дейді. Содан атамыз жүгіріп келіп, аузынан асыбайын бір салып апты да, қарап тұрып әжемізге былай деген екен дейді. Сөйтсе әжеміз тұрып, ой, шанау. Айдай сүйіншіңді дайындей бер. Астындай ақырған ұл таптың депті. Ұл таптың деген кезде ата қуанбай ма? Әжемізге қарап тұрып, не қазақша, не орысша сөйлерін білмей, екеуін бірге араластырып
ақылдасып, осы мененді тоқтаңыз, аты тоқтасын деп қойыңыз депті. Атамыз тоқтай ма, тоқтамайды ғой, бір басқан деген торымыз басылды ғой, күрішник тартылмайды. Содан әжемізге қарап, айнадай шағым, тоқтасын несі? Еще ары қарай жалғастырамыз, атын жалғас деп қойдыңыз екен дейді. Мінекей аталарымыз отыр, бәйтерек болып, сондықтан да ата бәйтерек, бала жапырақ демей ма? Осы мінекей артындағы мінекей жапырақтары, осы ұлдары, ізбасар, мұрагерлері, көз қуаныштары, ат тұяғын таймасар демекші, арттағы келген сақтар, ізбасар баласына, және де осы үйді шаңырақты қуантқан мінекей келін емес пе? Келіншегі бар үйдің керегесі алтын демекші, алтын келінімізге, және де сақтар ұлыңызға қол соғайық, жалғасына берсін, бүркіндене берсін, көркейе берсін, әрине артындағы бұрын бұтақтар өстіп көбейе берсін дегім келеді. Ал құрметті ағайындар, осымен енді тілекті тілекке, жүректі жүрекке жалғайтын тағы да ағайындардың бірі бар. Мінекей осында достары бар сақтардың, ал достарды періште қоспай ма? Ал біздің құданы құдай қоспай ма? Сондықтан да құдай қосқан біздің құдамыз бар, сонымен қоса құдағиымыз бар. Ал енді құдамыз құрдасындай болсын, құдағиың сырласындай болсын дейді. Сол мінекей өзінің сыйымен жарасып отырған біздің құдағиымыз бар, және де құдамыз бар. Олардың орны әрқашанда төр. Сондықтан да төрде отырған 1000 жылдық болып жүрген біздің құдағиларымыз бар. Оларды жай ғана қалдырмайық, бірге де құдашаларды шақырайық деп келеді. Ал енді жырдан маржан құрайық, шалқып тасып тұрайық, қуаныштан, шаттықтан айырмасын құдайым. Сөз кезегін ендігі құдашаларға бұрайын. Бар болса ортаға шақырайын. Аты жөнін әрине мен атайын. Міне атыңның тағасына емес, жүрісіне мақтан демекші, атының мінекей жүрісіне мақтанып, сонау жақтан ат шаптырып келіп отырған біздің порттан келген, Апорнийдан келген құдағиларымыздың бірі бар. Ал ортаға шықсын, порттан келген біздің құдағиларымыз бастасын. Аты жөндерін айтайық: Язила, Марат, Үміт, Шақай, тетя Зоя, Ғалия құдағай, Асқар, Нарша, Жұмаржан, және Асқар, Құндыз, Айман, Сергей, Гүлзипаш, Бәтима. Точка. Болды. Қол соғып қарсылайық. Келді. Hoş geldiniz. Niyetinizde, şunun niyetinizi aktarınız. Al tағы да біріз қайтадан бағанағы кездегі сөзді қайталай бермейік. Әрине ниетімізді, жаман қылығымызды, мінезімізді көрсетпейік. Сондықтан да қыңыр мінезімізді әрине ол басқа жақта көрсетеміз. Бірақ енді сыйлағаны құлы бол дейді. Бәріміз енді кішкене сыйластықпен қарай, сәл ғана тыныштық сақтап, әрине ақ жауапты аналарымыз шығып жатыр. Сондықтан да құдағиларға сөзді кезегін ұсынайық. Ұсынбастан бұрын 1 минутқа тыныштық сақтайық. Саттар, Райхан, бақытты болыңдар, елдерің сау болсын, аспандарың ашық, дұшпандарың ашық болсын. Рахила, Амина, бір балаң, 2 бала болып отыр, құтты болсын, бақытты болсын балдар. Осы той деп тойға жайла берсін. Немере шөбере сүйуге жатсын. Сол үшін алып қойын. Амина құдағай, тойыңыз той болсын. Алла бақытты болсын. Райхан менен заттан айналайын. Елдерің сау бол. Өмірде бар жақсылықтың бәрін
Şamanlarımız büyük, bosamalarımız büyük olsun. Uygun çıkan tütünlerimiz düzgün olsun. Her vakta yoldaşlarının arasında kadırlı, hürmetli seviye olmuş. Namamamız bizim Şınar degen gelinimizden gelinimiz qanday Şınarımız qanday olsa ama Şınar gelinimizden iki ortaga iki жаққа бірдей ұстап отырған адам. Барлық қолынан келген жақсылығын істеп, екі жаққа бірдей қарап отырған адам. Сондықтан мені Құдайхан айдадайын осы Әмина Құдағай барлық уақытта да екі жаққа бірдей болады деп есептеймін. Бұл жақсы адамдар өздері. Пеш деген нағашымыз bizim атын еді. Пеш ауылы жақсы ауыл болады. Жақсы. Құрметті Құдағай, мына мерекеңіз құтты болсын, тойыңыз тойға жалғаса берсін, балаңыз саттар менен қызыңыз келініңіз Райхан өмірде алда бақытты болып, ертеңі сау болып, келешегі мол, үлгілі жастар болып, өзіңіздей жанұясында бақытты болып, өмірлік жан-жары болып, олардың қызығын өз ортасында жүре беріңіз. Көл деген енді көп айтқанда, аз айтқанда бәріміз де бір жақсылыққа жинап жатырмыз ғой. Балдардың бақыты үстем болсын, дендері сау болсын, көргендері қызық болсын, жегендері шық болсын. Құрметті Құдағайлар, Рақиба, Амина, Періш ауылы осында келіп отырған нағашылары бар, сіздің томаларыңыз. Тойларыңыз тойға бассын. Енді балдарға айтатынымыз, балдар бақытты болсын, заттар мен Райханның заң некелері құтты болсын. Осы ауылға келген қуанышы болсын, бақытты болсын сіздердің ауылға. Өрлі шөрлі болсын, бақытты болсын балдар. Берсін ауылының тойлары құтты болсын. Құдағайлар, келіп атқан келіндеріңіз құтты болсын. Үйлеріңізге нұр жаусын, бақыт апылсын. Мына екі жасқа айтатын денсаулықтарыңыз мәңгі болсын, махаббаттарыңыз сәнді болсын, дастархандарың кең болсын, аяқтарың кең болсын, бақытты болың, тойға той ұласа берсін. Құдалар, құдашалар, мына қолын тұрған ұстарың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, аман болыңдар. Дендерің сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын, бәлелеріңіз қашық болсын. Айналайын саттаржан жарығын, денің сау болсын, алаң соң құтты болсын, бақытты болын, үрлі бол, шүрлі болын. Ұлың моншақты болсын, қызың моншақты болсын, тілегім сол. Ал бешауы тойларыңыз құтты болсын. Құдаша, қуанышыңыз ұзағынан болсын, тойыңыз той боласа берсін, келіңіз құтты болсын. Тек жастар бақытты болып, сіздер қуанышыңды көрсете берсін. Құда, құтты болсын. Құдай Құдағын көрмей отырсыз, сізді көрдіңіз, екі бала бақытты болсын. Захира Құдағай, мерекеміз тойға той жалғаса берсін. Саттар Райхан, заңды мерекелеріңіз құтты болсын, осылай етіп бақытты жақсы өмір өсіріңіз. Апайлар, осы тойлар сіздің балдардың тойы болғанмен сіздің тойыңыз деп ойлаймыз. Осындай жаста атылген кісі әрқашанда бақытты болсын, семьяда үлгі болсын, махаббатты теңіздей шалқып, әрқашанда осылай бақытты болып жүре берсін. Сізге де тек қана жақсылық бере берсін. Кім деген болса да, тиімді жерде де тұқыммен құда болсам екен, құдалассам екен деп
деп армандайды. Сондықтан да құда болмай құл билігін сұра дейді. Құда болған соң құлда болса сыйла дейді. Мінекей біздің ордамызда құда-құдайлар шығып тұр. Мінекей ақ тілектерін, ақ ниеттерін сіздер үшін мінекей арнап тұр. Мінекей жастар қабылданса, Алла тағала мінекей Алланың құлағына шалынып, періштелер әмин десін дей тұра. Мінекей қасиетті қара өлеңде шабыс та бар, желіс те бар, жеңіліс топ алдында жеңіс те бар. Қиыннан қиыстырып тауып айтқан біздің қазіргі құда-құдайлардың тілінде періште бар дегім келеді. Ал құда-құдайларға ерекше бір қошемет, сол деген осы бір әнімізді сіздердің құрметтеріңізге Подождите минуточку. Әмин ағалай, бәрі сөйлеп отырғанда құтты болсын тойыңыз. Берік болсын, шайқалмасын. Екеуі де Алатаудың иесі болсын деген біледі. Тек сізге құданың көрмеген қызығын көріп деген. Сондықтан сізге бір ән айтып беремін. Шалқыма деген өлеңді айтып берейін. Шалқыма. Мен бастай берейін. Естімей бармын. Қошемет естілмей тұр. Биыл тауық жылы болғандықтан ба, білмеймін, тауыққа тары шашқандай шапалақ соғып отырсыздар. Издеват етпесеңіздерші айналайындар. Қаттырақ болса құдағайға. Біз қазір осы әулеттің атынан біздің құдағайымыз мінекей өзінің киген киімі өзіне сай екен. Аты да затына сай, ақылы көркіне сай екен. Сондықтан да мінекей қып-қызыл болып тұрсыз, қызғалдақтай құлпырып тұрсыз. Бұл енді көктемнің бір белгісі шығар. Енді одан бетер қып-қызыл болып қызғалдақтай құлпырып жүре беріңіз де, мен сізге осы әулеттің атынан осы бір мата тартып едім. Арман деген жаңағы інім, әкемнің, оның әкесі менің әкем бірге туған. Сондықтан, Құнанұл Шамайлаты дейтін ауылдың батырларының баласы. Аты Арман, Шынардың барған жері, мен Шынар келінім болғасын, мына Әмида құдағайым болғасын. Мен өзімнің жас кезімдегі құдаларымызбенен
ешқашан тыңдалап, жұрт сізді отырды, тыңдап, жымы-жырт қарап, байқаймын аузыңызды ашсам көмейіңізге бір бол кеткен ау деймін шымыртқалап. Мінекей, сіз ән айттыңыз қайықта деп, ал біз мінекей сізде жас болдыңыз, жас болған кезде де махаббатқа мас болдыңыз. Мен сіздің әніңізге мас болдым, және де сіздің айтылып жатқан әніңіздің қайығында жүзгендей болдым. Ал сіз осы өмір деген кемеде мәңгі жүре беріңіз, жүзіп жүре беріңіз. Мынаны шимыртқамен қосыңыз. Өнердесі өмірімді жоғалтып жүрген жігіттің бірімін ғой енді. Апам жаңағы көрмейсіз ән айтқаныңызды билеттеттім былай тамаша болып қай жағынан білмеймін. Біздер енді сондай өнерлі адамдар шығып өзінің жаңағы өнерін көрсетіп жатқан кезде, өздерінің өмірін өнермен жаңағы өркендеп жүрген кезде біздің де әрине шабытымыз келеді. Сондықтан да біздер өнер адамымыз, біз бір орында отыра алмаймыз. Жаңағы ән айтқан осы жердегі бұлбұлдай сайраған аналарымызға қол соғайық. Тілекке жалғайтынды қазір енді сәт түскен сияқты. Сондықтан осы ортамызға тағы да мінекей қуаныштан шексіз тілегі қатып жүр. Неге? Өйткені олар жыламасын. Жылағанның өзінде тек қана қуаныштан жыласын. Мінекей бағанада көңілімізде босады. Қуаныштан мінекей бір тамшы көзімізден жастанды. Ол бір үлкен қуаныш шаттыққа арты жақсылыққа ұласын деп сондай бір ниетпен ғана түртіп қойды. Ортамызға мен тағы да шақырғым келіп тұр. Біздің Саттар бауырымыздың асыл апалары мен жайдарлы жайсаң жезделері бар. Қалаға да жүгірсе де, далаға да жүгірсе де, өзі шаршамай еркелікті көтеріп жүрген сол бір жезделер. Айтпай ма, бірі күйеу, біреуі жездең болар. Күйеуің жақсы болса, сүйеу болар. Әкенің жақсылығы жездемен тең, жығылғанда арқаңа тіреу болар дейді. Соларда мінекей әкенің жоқтығын білдіртпей, жайдарлы жайсаң жезделері бар. Сонымен қоса шақырамын, апам жездеме сай демекші, апалар мен жезделерді. Той дегенде қайғазақ тасымаған, күйгілік төгілуге асығадан, ақ тілегін білдірсін інісіне, ақ жауылған, жамылған асыл апаң деп, асыл апаларын шақырамын бірге жезделерімен. Ал енді бар болса, Мәрия апасы, Жүсіп Қали жездесі, Ғизат, Зура, Шынар, Арман и просто дәметкен апа. Қол соғып қарсылайық. Келіңіздер, қол соғайық. Шапағатын сендерге апаңның жездеңнің махаббатын берсін дегім келеді. Ал мінеке апалары мен жезделері мінеке қол ұстасып шықты. Мінеке қандай бақытты күн, бақытты шақ. Осындай жасқа сендер де жетелеріңдер, апаң мен жездең сияқты осындай махаббаттарың берік бола берсін. Ал құрметті ақсақалды ата, сіздерді мінеке көптен естіп, сізді көп тойларда да көріп жүрмін. Сізде ортаңызда да сый құрметке бөленіп жүрген ақсақалдың бірісіз. Сондықтан да бүгінгі тойымызға қош келдіңіз деп мен қолыңызды алайын, қуанышыңызға ұласайын. Аттың тізгінін аға мен сізге ұсынайын. Рахмет. Мен жаңағы жезде емеспін, бұл балдарға мен әкемін былай айтқанда. Себебі әкесінде, апасында бәрі менің қолымда өскен балдар. Сол себепті бұл балдарды мен өзінің басын деп айтуға аузым бармайды. Мен балам, екеуін де балам деймін. Райхатта балам деймін, Саттарда балам деймін. Ал балдарым, сіздердің тойларын тоғыласын, дендерің сау болсын.
Sizin ağılda olduk. Size hürmetin belinde gördük. Rahmet olarınızga. Şunda bizlerle, şunda koşumetli olanlarınızga. Ağıldan aldığımda жаңағы жақсылықтардың бәрін айтып жатырмыз. Сондай өнегелілердің баласы дегенде, даже мен жаңағы құлалықта қойып бүткіл үйдің бәрін араласақпын дейіп, біріншіден төртіншіден екіншіге дейін бәрін араладым. Дымы қалдырмай. Мінекі ағайын тұмалақтайында осыдан болып кетеді. Ал енді мен айтарым сіздерге, сіздер кәдімгі ақ күндей айналайын. Осы сіздер сондай бір жақсы бала болдыңдар, екеуіңде осы көріктеріне қарап мен көңіл тоймайды. Тек бір жаңағы неміз осы саттардың бапасының кетіп қалған болмаса, одан басқа барлығы жақсы. Одан томаластарды бәрі де жалғыз апасы осы бүткіл жаңағы інілерін, қыздарын, барлығында орындарына қоныр. Көп рахмет болғанда бар. Әйел болса да ер адамның жолын ұстап жүрген. Ал енді мен көп айтып әйелдерінде сіздер азамат болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Тек жаңағы үйлерің құтты болсын, бесіктерің, есіктерің ода құтты болсын деп айтқанда, көбірек жағын еткенде нетіп қаламыз енді. Сіз жаста келді, аузында тіс жоқ, сосын үйде кеттік, кішкентай шашақты артындар ба, мен сіздерге бақыт деймін, зор. Таусылмас қанша жүрегімді құлындарым. Тек екі ауылдың сүйікті балдары болып, анда да, мында да сол жүргендерін жақсы көремін. Мен енді жаңа апа жезделерден шын мәнінде мінекей аға да өзі мойындап тұр, мен енді жезде емес әкесі ретінде әкеге теңмін дейді. Дұрыс айтасыз аға, мынау жезде деген негізі жеңіл естіледі, әке деген жанға ыстық естіледі. Сондықтан да мен де айтарым сізге, мінекей балаңыз ғой, қуанышына келіп отырсыз. Мінекей аузыңызды ашқан сайын жүрегіңіздің түбі көрініп тұр, толқып тұрсыз сіз. Мінекей толқығаннан кейін менің де сізге айтарым, сіздің сол бір жүрегіңіз түпті болсын, болашақта келініңіз жүкті болсын. Әмин. Ал енді құрметті тойшы қауым, туған туысқандар, бауырластар, құда-құдағай жекжаттар, бәріңіздің де осы тойға келіп отырған құтты қадамдарыңыз болсын. Мен өзімді таныстырып қояйын. Осы Рақила мен Құбайдың жас кезінен 70 жылдан бері, 36 жылдан бері қарай бірге өсіп біте қайнап, бірге туған бауырындай болып, араласып, жақсылығын бөлісіп, қиыншылығын бөлісіп келе жатырған, бірге туған апасындай болып кеткен апасымын. Мынау Саттар, мына бас құда болып барып келіп отырған менің шалымыз бен екеуміздің кіндік баламыз. Осы баланың өмірге келгенін қызықтадық, өскенін қызықтадық, армияға барып келгенін қызықтадық, мінекей енді алда тағалам жеткізіп үйленгенді қызықтап жатырмыз. Саттаржан, Райқан, айналайын, ғұмыр жастарың ұзақ болсын, бақыттарың зор болсын, зейнеттерің мол болсын, бейнеттерің жоқ болсын, екеуің қосағыңызбенен қоса ағарып, бақытты ғұмыр сүріп, Әминаны, бауырларыңды, туысқандарыңды, екі жақтыңда бірдей баласы болып, қадірлеп сыйлай білгендеріңізге тілекшімін. Қай вақытта да алдарыңнан ақ күн тусын, қанаттарың талмасын, аққу қаздай қалқыңдар, айдын көлде шалқыңдар, бақытты ғұмыр сүріп, туысқанның ортасында шыңнан шыңға тасыңдар. Ал енді айтатын әңгімем көбеп, толқынып тұрмын, ұмтықта қалып тұрмын. Мына той басқарып тұрған тамада балам, айналайын, сөз кезегін бергеніңізге де көп рахмет. Енді Рақила, Әмина, Хамидолла, Құбайдолла, бәріңіздің де мынау бүгінгі күні той жасап, Саттаржанды үйлендіріп, отау қылып жатқан тойларыңыз құтты болсын, алда тағалам ұзағынан қызықтатсын, маңдайларыңызға шаң тимесін, осы бір Құбайдың кеткені болмаса, еш
ешқандай қиыншылық басыңызға кездеспесін. Ендігі жерде тойға той жалғасын. Гүлдей болып балдарының жаққалап, қалғандары да үйленіп, осы тойды жалғастырсын дегім келеді. Аман болыңдар, бақытты болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Мына менің қызым тойға шақыруға ұмыт қалған екен, көзі келіп тілек айтам депті. Жалпы мені осыдан 2 ай бұрын айтқан, Айсияда болады 22 апрельде деп. Шақырылса да келе беремін деп. Бас, бізге де бардым жалпы. Ал жақсы, Рахиле апа, Амина, мына енді Ғарифолла, Қама, дәрімізде енді бір үйдің ұшқан дәрімізде кезінде бір адамдар едіңіз, жапырақтары жайылып жатыр. Енді мына саттар менкіндік інім ғой, өзім бағып едім. Баяғыда Ботагөз деген Рахиле апамның қызы күйеуге шығып келгенде Атырау жаққа мен бағып едім 1-2 күн. Мамасы мен папасы тұрға кетіп қалып. Енді сөйтіп баққан заттарым міне үйленіп жатыр. 2 жасқа айтатын бақытты болыңдар. Өміріңіз ұзақ болсын, бір-біріңізді сыйлаңдар. Өміріңізде қиыншылық болмасын. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Мына келген қонақтарға мен де қонақпын бүгін тойға келген. Бәрімізге де енді Құдай тек денсаулық берсін, зор бақыт берсін, жастарға зор денсаулық берсін. Мол байлық болсын, қиыншылық болмасын. Үлкендерді сыйлап, бір-бірін сыйлап, осы өмірге енді аттана берсін. Жақсы болсын бәрі де. Бақытты болсын, сол үшін енді мына отырған қонақтарға арақ ішпойсын деп айтайын деп тұрмын тағы. Көрген бейнетін жойып отыр. Енді жамандық көрсетпесін Алла тағала. Балалардың ортасында осылай шапқылап жүре беріңдер. Рахиле әрі анасы, әрі апасы ғой енді. Бақытты болып осы балалардың ортасында жүре бер. Бәрі балапандағылып өсіріп, бәрі қондырып, адам болып отырсын ғой. Шүкірлі бол, осылай өсіре беріңдер жаным. Ұмыртақтарың ұзақ болсын. Алла тағала осы тойдан айырмасын жаным. Балдар бақытты болсын. Toylarың құтты болсын, қуаныштарға ортақпыз біздер. Қуанышыңыз аман болсын. Ең бала аман болып бақытты болсын. Енді ата-ананың міндеті, бала дүнияға келдіңіз, оқыттыңыз. Енді міне тағы бір міндетіңіз үйлендіріп жатырсыз, үй болып жатырсыз. Сақтаржан, сенің міндетің енді көкем. Осы ананың ақ сүтін адал еңбегімен ақта. Жолдасыңды сыйла, ең бастысы анаңды екі жаққа бірдей болып сыйлы бол. Ең бастысы денсаулық керек, содан кейін сыйластық керек көкем. Бақытты болыңдар, заңды некелерің құтты болсын. Өмірде бақытты бола беріңдер. Сендердің қуаныштарыңа ортақтасып жатырмыз. Құдашалар, қадамдарың құтты болсын. Біз неге келін әкеліп жатсыз. Адамдарың құтты бол, үйлеріңде толай осы той бола берсін. Мен Атыраудан келдім. Бүгін Ардан шақырғасын, мына келін түсіп жатқан үйге шақыраққа мен күйеуім. Енді балаларға айтатын тілегім тату болыңдар. Татулықтың арқасында қуанышқа жетесіздер. Бақытқа жетесіздер, аңсаған армандарыңа жетесіздер. Енді бір-екі шумақпен термелетіп жіберейін. Бұл енді жалпы жаңа түскен келінге бағыш алатын сөз. Жамандық көрмей қарағым жағы түспей қартайма. Жазды күні тіккенің 6 қанат үй болсын, қысты күні жаққаның 80 жылдық үй болсын. Алласы берсе перзентің асқан шешілмей болсын. Абысы деген табысын атақ ұстамамыз.
бәрібір айтқан сөзіңізде өсиет өнеге бар екен. Мінеке қымбатты жастар, сіздерге айтылып жатыр. Өсиетке терең бол, өсек сөзге керең бол дейді. Сіздің мінеке жанұяңыздан қуаныш, шаттықтан айырылмасын, бойыңызға әрқашан шабыт бере берсін. Жеңгеміз ба? Жеңге. Енді құрметті бойшы қауым, ағайын тума, құда сүйінші, құдашадан қадамдарың құтты болсын, қадамдарыңа гүл бітсін деп осындай бәріңізде бастарында қуаныш болсын. Ал енді апа меня Қамбақ Күләш Дүлпия Ғарипұлы бір баламыз екі бала болып жапырағын жайлы батыр ұзағынан болсын деп алла бақытты болып көргеніңіз бәріңіздің той болсын, аманшылықта осындай той туғанда кездесе берейік. Ал енді балдарыма айтатын саттар айтқан заңды некелерің құтты болсын, ұзағынан болсын, үлгілі жақсы семья болыңдар, жақсы азаматша мен азамат болыңдар, үлкен бақыт, зор денсаулық, мол махаббат, керегелерің кең, жапырақтарың жайылып, екі жастың тек ұлы мен қызы болып, бақытты семья болыңыздар. Толысыңыз, алып қойыңыздар астарыңыз. Мынау Ақжаулықта анадан кейінгі екінші ана болып есептелетін ол білесіздер асыл апалар, ал әкеден кейінгі әке орнын басатын ол жезделер бар. Сондықтан да мінекей рет-ретімен сөйлеп жатыр. Сондықтан тағы да ұмытып бара жатқан сияқтымыз асыл апалар мен жайдардың жайтын жезделерге бір қол соғып қойықшы. Рахмет. Жастар жандарын жақсылыққа қойға жетеміз, бақытты болыңыздар. Қымбатты ағайын туысқандар, қадірлі достар, сыйлы көршілер, құдашалар, құрметті қонақтар, бүгінгі біздің шаңырақ көтеретін тойына келіп жатсыздар. Рахмет. Қуанышымызды бірге бөлісіп жатқандарыңызға да рахмет. Негесі Райхан Келінжан, бүгінгі сендердің неке күндерің құтты болсын. Бәрі айтылған үлкен адамдардың, қонақтардың, ағайындардың тілектері періште құлағына шалмасын деймін. Алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға жете беріңдер. Күндерің тек жақсылыққа, ауылдарыңызда тек той болсын, екі ауылдың сыйлы, қымбатты күйеу баламен келін болыңдар, бір-біріңіздің ата-анаңызды өз ата-анаңдай сыйлаңдар. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Апа жезделер, ағай жеңгелер, қуаныштарыңыз құтты болсын. Мама, қуанышың құтты болсын, баланың тойы оң болсын. Асима, сен бүгін қайынсіңлі боласың, құтты болсын. Жандар, сен қайнана боласың, саған да құтты болсын. Ағайындар, енді осы тойымыздың жақсы өтуіне сіздердің арқасы деймін. Достарына да рахмет. Достығын көрсетіп біздерге көмектесіп жатқандарына рахмет. Бәріңіздің енді отырған адамдарыңызға да осындай қуаныш, той, күндерің осы той думандай өте берсін. Мама, енді балдарың өстіп сені қуанта берсін, қызықтай берсін. Балдарың қызығын көріп, бірге қуанышпен. Ал енді бар айтылған тілектер. Күндеріңіз, сәттар, Райхан Келінжан, күндеріңіз тек жақсы, осы тойда өте берсін деймін. Рахмет бәріңізге. Мынау шын мәнінде әйел затына қызыл мата өте әдемі жарасады екен. Сізде киіп тұрсыз қып-қызыл, ешкімнің қолы жетпен қырдағы өскен қызғалдаққа тең бұл. Мінекей әжелерімді бір-бір қызыл матаны алды ертең қып-қызыл көйлекті тігіп алады. Мінекей Ақжаулықта асыл апаларымен, сонымен қоса жай ғана жезделер емес, тақиялы періштелі жезделерге қол соғайық, төрге, өздеріне, сөздеріне көп рахмет айтайық. Одан кейін бір әншілер
болды. Енді бірақ олар көп аты жөндерін айтпайды екен. Бірақ көп жерлерде болады екен. Сол кім екен десе, соған сұрақтар туындайды екен. Сондықтан да бүгін енді қазір алақандарыңызды дайындап отырыңыздар, 40 шапалақты соғуға дайындалып отырыңыздар. Бүгін сіздерге әрине көңіл жаңағы тойларыңызға атсалысып жатқан асабамыз да, әншілеріңіз де, операторларыңыз да 40 мылтық руының, яғни Жолдасбаевтар жанұялық ансамблі. Ал ендеше ортамызға жаңа Нұрлан бауырымыз жалғыз шығып еді, бірақ әрине мұраты жоқ дедім, бірақ мұраты жоқ, орнынан қазір Асылбек бауырымыз шығады. Ендеше дуэт Нұрлан мен әрине Асылбектің орындауындағы осы жуырда ғана, жақында ғана өңдеп жасап шығарған жақсы әннің бірі әрине Ақтау өзіміздің қаламызға арналады. Қаламыз шын мәнінде биылғы қыстан кейін Ақтау деген атқа өзі ие болды. Әппақ Ақмамын Ақтауға. Сондықтан Ақтау қаласында жүргеннен кейін, осы киелі жерді басып жүргеннен кейін, неге осы тамаша әнді сіздерге ұсынбасқа? Ендеше Нұрлан мен Асылбек, сіздердің құрметтеріңізге Ақтау әні. Ақтауға келген қонақтар, қанекей сіздерді шақырайық.
тамаша үй болды. Бұл енді қазір антрактқа дейінгі бір дайындық, кішкене бой жазу. Мынау енді отырып қалған кезде қан қысылып кетеді ғой, дегенмен енді кішкене ашуға қарай кірейік, салтанатты түрде өзіміздің торымызға қонайық, ары қарай Сүлеймен енді тойымызды жалғастырып, тілекшілерді, жеңгелерді табайық. Отыр, ағайындарды шақырғым келіп тұр. Тихо. Әкім деген сөз өзі 4 әріптен құралған. 4 қасиетті әріп. Оны талдайтын болсаңыздар, ә дегені әділ бол, к дегені кекшіл болма, көпшіл бол, і дегені ілтипатты бол, м дегені меншіл болма, мейірбан бол деген әріп. Сондықтан да әділ де, көпшіл де, ілтипатты да, мейірбан жандардың бірі ортамызда бар. Ол әрине саттардың ұжымдастары, біздің қалалық акиматта істейтін қызметкерлеріміз. Ал енді біздің саттар өз жұмысын істейді ғой жан салып, бойында бар еді деп күш қаншалық. Ал бүгін саттарды құттықтайды, тойға келген әкімшілік ұжымдастары қам салып, қол соғайық, қарсы алайық, ортамызға шақырайық. Кәлегей! Ер жігіт, содан кейін 4 қыз шықты. Қайда 4-ші десеңіздер, білесіздер, біз қызды гүлге теңейміз. Мінекей 3 қыз тұр, жанында тағы бір қыз тұр, мінекей 4 гүл, 4 қыз. Ендеше мінекей кезекті жалпы ер азаматтан бастаған дұрыс болар еді, бірақ ер азаматтар айтады ғой, қызым жол кешке деп қызға беріп жібереді. Сондықтан да қыздарды қадірлейік, олар енді болашақ ана ғой. Сондықтан да ана болып та жүрген барша іштеріңізде. Ал енді қымбатты біздің саттар, бауырымыздың ұжымдастары, тойымызға қош келдіңіздер. Сіздерді ақ тілек, ақ ниеттеріңізді ұқтырыңыздар, ағытыңыздар, шарықтатыңыздар. Ал біз, жастар, кішкене тыныштық сақтайық енді. Тойларыңыз болсын, Алима апа келініңіз болсын, жолы оң болсын. Сіздің отбасыңызға тек осы келін болса, осы Райхандай болсын дегендей дәрежеде болсын. Саттар Райхан, заңды некелеріңіз болсын, семьяда бақытты болыңыздар, семьяларың толығып өсе берсін. Біздің коллективте көп адамдар қазір жұмыспен келе алмай қалып жатыр, сізге бәрі де құттықтауларын жолдап жатыр. Және осы Маңғыстау облыстық экономика және бюджеттік департаментінің атынан осы жаңадан отау құрып жатқан жас семьяға кір жуғыш машинамыз бар, доставкасы понедельник күні болады. Құрметті тойшыға саттардың мамасы, әжесі деп жаңа айтып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз той болсын. Бүгінгі балаңыздың бір басы, екі басы болып сіздерге келін әкеліп қуантып жатыр. Сол ұзағынан болсын. Саттар Райхан, сендердің бүгінгі заңдылығыңызбен құттықтаймыз. Енді біздің мекемеде негізі 30-дан аса адам бар еді, бірақ бүгін жұмыстардың себептерімен қазір әкім ауысты деген сияқты нелер болып жатқандықтан көп адам келмей қалып тұр. Сіздерді не айтамыз сізге? Сіздерге зор денсаулық, мына құрып жатқан семьяларыңыз, бүгінгі шаңырақтарыңыз көтеріп жатқан берік болсын. Керегелері кең болсын, терезелері тең болсын дейміз. Не айтамыз? Тойларыңыз той болсын. Тойшыма, сендердің бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Саттар Райхан, өмірде бақытты бол, заңды некелеріңіз құтты болсын. Тек өмірде бақытқа сүрініңдер, сенсеңіз. Сол үшін алып қойыңыз. Амина апамның келініңіз құтты болсын, сендерге қызмет өрсін. Осыларды қызықтан тек үйіңізде ұлпешекте ұлды, қызғалдақтай қыздарды немерелеріңізді тәрбиелеуіңізге тілекшімін. Осы мына мұғалімдер айтып жатқан жақсы тілектің бәрін қосыламыз. Саттар Райхан бақытты бол, тек арамызда бір ойлап, мына жұмыс жүре өтейміз. Достарыңа сыйы бол, бақытты бол тек. Құрметті қонақтар, Саттар мен Райхан неке үйіне құттықтаймын. Амина апа, мұнашырыңыз құтты болсын, оңынан болсын.
балдарыңыз бақытты болсын, балалы екі бала болады. Райхан, дейтін бақыт, заң некелерің бақытты болсын, бақытты болыңдар өмірінде. Балалы болыңдар, немерелер болсын. Тілейтін бақыт, тіл табысып, балаларын көріп, немерелерін көріп, шөберелерін көріп, жүріңіз. Бақыт тілеймін ағам. Тағы да құттықтаймын. Сәл кідіре тұрыңыздар. Мынау өз басым ағайындар. Бастықтың астына жастық болып, және де жылпостық жаңағы ондай қылығым жоқ. Бірақ адамның жақсылығын бетін айт дейді, нұрлытассын дейді. Жамандығын бетін айт, құты ашсын дейді. Мен бұл ағайындарға айтайын дегенім, көптеген мінекей бізге қаламызға, әсем Ақтау қаламызға қонақтар келеді. Келген кезде біздің қаламыздан кеткісі келмейді. Неге десең, қаламызға аң-таң болып, таңғалып-таңғалайларын қағып кетеді. Не деген әсем қала, күннен күнге өркендеп, мінекей көркейіп жатыр дейді, гүлденіп жатыр дейді. Мінекей шын мәнінде осы облыс әкіметі болсын, қалалық әкіметі болсын, адалда шын әділетті жолмен жұмыс істейтін болса, қала көркеймей қайда барады? Осы кісілердің арқасында емес пе? Қаламыз көркейіп, әсем болып, ажарланып жатқандығы. Сондықтан да мен де бұл сөзді бұл кісілерге ғана емес, осы мінекей әкім де ауысып жатыр дейді. Қалалық әкімімізді, Рашид ағамызды мінекей өзінің мәртебесі көтеріліп, дәрежесі көтеріліп, Астанаға мінекей өзінің жұмыс бабы ауысқаннан кетті. Кешеде қасиетті күні жұма күнінде мінекей жұма намазында кездесіп, ол кісі де ақ батасын, ақсақалдарын алып мінекей содан кейін аттанып кетті. Ол кісінің де мінекей ең кенже інісінің тойында өткеріп едім. Сол кезде де ол кісі де бір қуанышқа келеді, бір қолында қысып еді. Сол кісілердің мінекей жолын әрдайым енді болашақта Саттар мен Райханның үйіне шілдехана тойы деп ұлы болсын. Сол ұлдары әрине қаласына әділ қызмет ететін әкім болсын дегім келеді. Осы сіздерге мен көп-көп рахмет айтамын. Әрқашанда осылай жұмыстарыңызға аянбай, терлетіп жұмыс істей беріңіздер. Ал біз сияқты халық сіздерге өзінің бес деген бағасын беріп жүре беріңіздер. Көп жасаңыздар. Бәріміз тұрмысқа шықса, қырқымыз іш көреді екен. Сондықтан да ішімізде ойлап қыздар да бар шығар. Мінекей осы Саттар сияқты жігітті армандап жүрген қыздар да бар шығар. Мінекей Саттар шын мәнінде менде сол ата болатын дәрежеге жете берейін. Менде ата болып отыра берейін. Сақалым өссін, ақсақалды атады менде елін сипатын. Біз енді өлер адамымыз, әрине сіздерге жаманшылық демейміз. Әрқашанда әр сала бар. Мысалы үшін дәрігерлер адам ауырса, олар емдегісіне шара жасағысы келеді. Мысалы материалистер мәшіне бұзылған деген ғана алып келсе екен, мәшіне жіберсе екен дейді. Біздегі шараш болсын емес пе? Иә, Алла осындай жанұяларда қуаныш болсын, шілдехана тойы бол, үйленсін, қыздар ұзатылсын, байға шықпай жүрген қыздар бүгін ұзатылып кетсе екен, иә отырып қалмасын, бақытты болса екен деп сондай жақсылықтар ғана тілейміз біз. Сондықтан да мінекей бойдақ қыздар, сіздерге де осы Саттар сияқты бірдей терсе темір жетін, сегіз қырлы бір қылы жігіт ие бола берсін. Сендер алдарыңа жігіттер сүрініп құлап, әрине сүйгендерге сүрінбей жете беріңдер. Сол сияқты жаңа айтып кеттім ғой, бір қыз тұрмысқа шықса 40 қыз түс көретіндігін осы екен. Сондықтан да енді мен енді осы әнімді былай дегім келіп тұр. Үнді әнін тыңдамайтын қай ел бар? Үнді әніне билемейтін қандай қазақ бар? Мінекей біздің аталарымызды әлгізде әрине бала-шағаны сыртынан есікті жауып сразу киноклубқа кететін. Ол да менің әлі есімде, мама мен папам сөйтетін. Бізді жаңағы күндізгі 3-тегі киноға жібереді, өздері кешкі 8-ге барады, кешкі былай краскасы ақ мамам жылап келетін. Махаббат қой дегенмен, үнді махаббатына жетпейді. Бірақ енді мен бұларға үнді махаббатында тілегім келмейді. Бір алға тек қана әрбір атқан ақтарының шапағатын өзіміздің киелі аты аңызға айналған Қыз Жібек пен Төлегеннің махаббатын дегім келеді. Жастарды ұмытпайық, жастарға бір қошемет көрсетейік. Ал енді мынау қазір біздің
енді заманымыз енді кеңейіп жатыр. Біздің еліміз, біздің қазақ мемлекеті әрине басқа мемлекеттерге үлгі болып жатыр. Бізден үлгі алып жатыр. Сондықтан да біз ол қазақ болып туылғанымызға мақтан етеміз, көкірегімізді төсімізді қағамыз. Неге десеңіздер, қасиетті киелі сөздер алдынан оқысаң да, артынан оқысаң да бәрібір бір мағынаны береді екен. Мысалы үшін ақжаулықты аналарымыз, ана десең алдынан да артынан да оқысаң да ана. Ақсақалды ата, алдынан да артынан да ата деп оқылады. Сол сияқты асыл апаларымыз апа, ал енді киелі қазақты айтыңызшы, қазақ. Алдынан да артынан да оқысаң да қазақ болып шығады. Сондықтан да киелі қазақтар, менің айтарым сіздерге құрметті жамағат, осында отырған ақжаулықты аналарымызға бір мәртебесін көтергім келіп тұр. Нұрдан туған күлімдеп айыңдері, неткен сұлу Маңғыстау әйелдері, асыл тегі жалғасқан сан ғасырдан, бұл бір ғажап құбылыс әлемдегі. Ана сүті бойында ана тілек, ұлтым міне келеді дара түлеп. Маңғыстаудың киелі әйелдерін періштелер қорғасын қанатымен. Осындай кішкентай бір бала айтады екен, мама, папа, сіздер қалай индийский кино көруші едіңіздер, біз қазір қай киноны көреріміз білмейміз деп, жаңағы баласы жүгіріп келіп, телевизорда қосып қалса, Қазақстан 1 деген жаңағы канал шығыпты екен. Сол шықса, мынандай жазу шығып жатыр екен дейді. Шәкен Айманов атындағы қазақ фильм киностудиясы 1981 жылды. Ой, мазыл дейді, бұрап жіберді бала. Сол қойып жіберсе, жаңағы КТК каналысы болып жатыр дейді. Сөйтсе жаңағы білесіздер детектив кинолар болады, құлаққа кірмейтін, ойға кірмейтін бір жаман киноларды көрсетіп жатады. Оның ішінде бір-бірін өлтіріп жатады, соғысып жатады, соң бір-бірін атысып жатса, жаңағы переводчик былай деп аударып жатыр екен дейді. Да ты ублюдок, если ты не вернешь мои бабки, я твои яйца поджал на сковородке. Вот тут, по-моему, бісмілләсті, правда, бұндай да кино болады екен. Содан не керек? Тұрақты бала хабар каналына бірақ жібереді. Хабар каналысына бұрап жерсе, тоже қазақша кино болып жатыр дейді, бірақ жазулар шығып жатыр дейді. Шәкен Айманов атындағы қазақ фильм киностудиясы. Басты рөлдерді Алдабек Исмаилов, Дарина Шарипова, Тоғышбай Жаманқұлов, тағы басқаларды. Ой, папа, казахский не надо деп қайтадан бұрап жіберсе, жаңа 31-ші телеарнаға қойып қалса, ол жерде шетелдің бір жаман киносын қойып көрсетіп жатыр дейді. Бірақ қазір кішкентай балалар, өздеріңіз білесіздер, мен Брюс Ли болғым келеді, мен Жан-Клод Ван Дам болғым келеді дейді да. Мен әлі есімде индийский киноға барып, жаңа кино біткеннен кейін сыртқа шығып өзімізше төбелесеміз, үйге келеміз, груша іліп қойып, занимация сөйтіп спортсмен болып кетеміз, ұрып қалсақ деп бір-бірімізбен. Сол жаңа 31-ші канал қойып қалса, Жан-Клод Ван Дам мен Тампо төбелесіп жатыр екен деді рингте. Сөйтсе жаңағы Ван Дамды Тампо бір тепсе, рингтен ұшып құлап түсіп деген. Содан жаңа жерде құлап жатса, анада жерде қарындасы жүгіріп кетті де, ана Ван Дамды бүйтіп иығынан тартып айтады екен дейді. Жон, ты должен победить его, он убил твой брат депті. Содан қырған соңында Ван Дам жеңіске жетеді. Содан не керек? Ал енді үнді киносы қойып қалса, үнді киносы ел арнасында болып жатыр екен дейді. Сөйтсе Митхун Чакраворти, енді Джимми емес пе, сахнада тұр екен, өлең айт десе айтпайды екен. Ана жақта бүкіл халық шулап жатыр. Джимми бой десе, нет деп жауап қайтарады екен. Джимми бой десе, нет дейді екен. Содан кейін айтып тұр, сол хабар каналына қойып қалса, бірақ сол жаңағы Митхун Чакравортидің киносын қазақ тілінде көрсетіп жатыр екен дейді. Содан сахнада Джимми тұр дейді. Қолын қалтасына салып алған, үстінде жакет, астында мопед, қолында пакет, содан ән айт десе айтпайды. Джимми бой десе, боймаймын деп жаңағы перевод жасап жатыр дейді. Джимми бой десе, боймаймын дейді екен. Содан не керек? Былай қараса, ол неге ән айтпайды десе, сөйтсе, мына жа барабанда білесіздер ғой, жаңағы Джимми киносын көргендеріңіз бар, оны көрмеген қазақ жоқ, танцор диско деген киноны. Жаңағы қайнағасы әлгі апасын ұрып, соңында енді мерт болып кетеді ғой. Содан есіне түсіп кетеді, қарап болса, барабанды ұрып жатыр екен дейді. Сөйтсе, Митхун Чакраворти рөлін мен ойнадым. Қазір мен сіздерге Митхун Чакравортидің әнін шамай келгенше айтып берсем дегім келеді. Қабыл алыңыздар. Апа, кет!
Men Qozog'istonga kelganda bitta qarshi bo'ladi deb o'ylagan jo'qim. Ko'p rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Ko'p narsangizlar. Al endi Ashqarga sekreterga ta'lim olmaz. Bizde de asqalarımız var, asıl olan. Sonuçta da kiyeli asımızda belirli sizlerin allarına tartıb etkim gelip durun. Bizim Aziya Beyramxanasının aldı basqalda, Qarabağur asqalda. Aldarınızga koydum 5 qarma. Aldarınızga endi men as koyamın, asmen birge bas koyamın. Kiyeli bizden asımızda qabul ister. Өйткені білесіздер, аққу тазалықтың, мөлдірліктің, махаббаттың символы емес пе? Мінекей бірі аққу болса, бірі қыран болып отыр. Ал мінекей қараймын маңдайына саптардың ашық екен, қараймын маңдайына Райханның көңілі де маңдайды ашық екен. Үстіндегі киген ақ көйлегі қандай болса, жүрегі де, ниеті де, маңдайы да ақ екен. Сондықтан да мына маңдайы қошқар болар, қозының маңдайы дөң болады дейді. Ал
маңдай кең жігіттің әрине ақылы да кең болады дейді. Сондықтан да шын мәнінде екеуі бір-біріне жарасымды екен, бір-біріне ұласып тұр екен. Мынау ақылды ерлдің ішінде алтын ерлі ат жатар, ақылды әйел ішінде алтын бесікті ұл жатар дейді. Мінекей бәріміз де ақ тілекті айтып жатырмыз. Бұлар теңіне қосылды. Енді бұлардың арманы не дейсің? Бала өсірсем екен, қыз сүйсем екен деп сондай бір арманды ішінен тілейді. Сондықтан да енді көктем уақытта қыздарымыз да гүлденіп жатыр, қаламыз да гүлденіп жатыр. Көктем уақытта гүлденіп жатқан кезде неге біздерге де көктеммен ажарландырып көгалдандырмасқа? Ал енді көктем келіп отыр. Көктем келді. Көңілім менің гүлдеді. Көкейімде жырға толып жүреді. Маңғыстаудың қыздарының бәріне гүлмен бақыт сыйлай бергім келеді. Көктемнің асыл белгісі ағаштар бүршік атқанда, қыздардың асыл белгісі жігітке сенім артқанда, жігіттің жігіт болғаны бақыттың өзі тапқанда. Оу, қол соғайық ағайын, бақыт тілеп төрде отырған жастарға. Келінге байланысты, әйел адамға байланысты, оны да барлықтарыңыз білесіздер. Сондықтан да бұл шаңырақ енді көтеріліп жатыр. Бұлар да бір кішігірім мемлекет болып жатыр. Бұлар да бала өсіріп қыз сүйгісі келеді. Сол армандарына жете берсін. Ал енді келесі тойда кездесетін болсақ, әрине осы жерде қос аналар бар. Үлкен әжесі шөберелі болсын, анасы немерелі болсын дегім келеді. Қашан менің осы айтады қазақтар үш жұрты бар деп, өз жұртым бар, нағашы жұртым бар деп. Қашан менің үшінші жұртым болады деп армандап жүруші еді саттар. Әрине үндіген осындай Каспийдің жағасында талай су шашып жүрген кездерде болған шығар. Ал енді сол арманның бірі де бүгін орындалды. Бүгін мінекей құрамына үшінші жұрты кірді. Ал бүгін саттардың үшінші жұрты ол қайын жұрт емес пе? Сондықтан да мен кеше базардан сатып алдым білте шамай, бидай өңді қара көз құдашамай, сірә менің көңілім басылар ма, сақиналы қолдарынан не тасамай. Бармысыңдар, ортаға келіңдер, жаңа келген құдашамай деп, жаңа келген құдашаларымызды саттардың қайын жұртын қол соғып қарсы алайық.